Барлығына сәлем достар. Сіздермен бірге әдеттегідей мен Сәбин Камилашка каналы. Менің арнама видеома қош келдіңіздер. Достар, бүгінгі видео бізде жаңа сериал болып тұр. Яғни жаңа сериал дегенде білесіздер. Подкаблушник сериалының бұл бізде екінші маусымы. Бірінші маусымы бір өте жаман бір нәрсемен аяқталды. Яғни мен қазір барлық тағы да аттарымды таныстырып өтемін. Өздерің білесіздер, мен әдетім таныстырып өтетін, яғни сіздерге түсінікті болу үшін. Ал давайте мен сіздерді таныстырып өтейін. Өздеріңіз білетіндей басты кейіпкер, яғни бұл бізде Аян. Ол қазір бізде үйленді. Ол Дана деген қыздан кетті. Енді ол қазір бізде осы Аяулым деген қызбен танысып үйленген болатын. Ал бұл білесіздер, ол оның анасы. Қазір енді осы үшеуі тұрады, сөйтіп басын түсіретін боламын. Ең басты видео басылмай тұрып лайктарыңызға аяймай басып, мен тездетіп 600 подписчик еткізіп тастайық. Және солай 100 мың, 200 мың, 300 мың, 1 миллионға дейін жете берейік. До конца барайық. Алтын кнопка, күміс кнопка алуымыз керек. Сөйтіп арнамызды жаңартуымыз керек. Ал енді біз видеомызды бастаймыз. Кеттік. Қолдап отыруды ұмытпаңыздар, достар. И достар, давайте просмотрды көбейтейік. Менде просмотр азайып бара жатыр. Бір күнде 300, 400, 500 сондай. Бұрында 1000, 2000, 3000 болатын еді. Олар қазір қайда? Маған сондай актив өте қатты керек арнамды дамыту үшін. Егер менің арнам дамығанын қаласаңыздар, давайте просмотр өте көбейтейік. Мен сіздерді жақсы көремін, ал біз видеомызды бастайтын боламыз. Кеттік. Жүр. Мынау мәселен. Кір. Вау, өте әдемі екен. Рахмет. Қазір анам үйде сияқты. Анашым. Қазір. Анашым. Ау балам. Аяулым келдім. Келді ме? Ой, қызым, қалайсың? Сәлем бердік. Мам, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Ой, кеше тойдан кейін түрімді ұмытып қалыппын. Рахмет. Не деп тұрсыңдар, жүріңдер, үйді таныстырайын. Жоқ, мама, ойламай қойыңыз, өзім таныстырам ғой. Оның несі әурешілік? Келе ғой, қызым. Міне, мына жер бізде перехожка, кухня, мына сендердің жататын бөлмелерін үлкен екен. Арнайы өздеріңге арнап жасатқанымыз ғой. Мына жақта зал кішігірім енді. Мына жақ енді менің бөлмем. Неге сіздің бөлмеңіз кішкентай? Неге кішкентай? Жап-жақсы. Аяулым. Анаң өзі осындай кішкентай бөлмелері жақсы көреді. Қызым, оған алаңдама. Жоқ. Бәлкім сіздің бөлмеңізді ұзартсақ қалай болады? Жоқ, қызым, керек емес. Маған осындай кішкентай бөлме жетеді. Мен еш нәрсе қоймаймын ғой. Жарайды онда. Ренжімейсіз бе? Жоқ, оның несін ренжимін? Ең басты сендер бақытты болыңдар. Мама айтқаныңыз келсін. Рахмет. Онда киімдерін жайғастыра бер. Мам, мен кеше Аяулым бүкіл чемодандарын шкафқа салып қойғам. Ой, балам, пысықсың, Жарайды, мен қазір барам. Мәссаған, Аян. Енді айта алмаймын. Үйлерін өте әдемі екен. Рахмет. Саған насып болды. Мына жаққа салып қойдым киімдерімді. Сосын мен саған жаңа да киімдер алып қойғам. Мәссаған. Не еткен әдемі? Оқаш жоқ. Күшті. Маған қатты ұнап тұр. Тоқташ. Не болды? Неге ең жоғарыны менің киімдерім тұр, ал астында сенің киімдерің тұр? Не болып тұрса? Қойшын қайсы ғой? Ер адам әйелден 1 саты үлкен болу керек, сондықтан сен ғой. Жоқ, керек емес, өзің қойшы. Жоқ, маған оңғайсыз, сен қойшы. Мәссаған, Аяулым, сен қатты ерекше екенсің. Қойшы, неге? Білмеймін. Жақсы, рахмет. Оның несін рахмет етесің? Онысы сенде кішкене киім аздау екен, сондықтан маған қайсы болып тұр. Мен көп киім негізі кие бермеймін. Осы кетім, осы 3 киімім ғой. Айтпақшы, мен сен анаңға жаңадан телефон сатып алып едім. Шын айтып тұрсың ба? Кеше тойда ананың
ұялы телефонын қарағам, кішкене ескіріп қалыпты. Мен дәл өзінің телефоны сияқты анаңға айфон сатып алдым. Мәссаған, аяулым, несіне өре болдың? Ой, енді мен сен ананың келінімін ғой. Арамызда бір сыйластық болу керек. Сондықтан осылай сыйлайын деп шештім. Мәссаған, саған үлкен рахмет. Қойшы, ол да менің де анам ғой. Жүр онда сыйлап көр. Қазір. Анашым, ау, не болып қалды аяулым? Келе ғой. Мен сізге кішігірім сыйлығым бар. Ой, не сыйлық ол? Несіне өре боласың? Міне сізге ұялы телефон. Қой, маған ба? Иә, сізге ал құтты болсын. Игілігіңізге ұстаныңыз. Мәссаған, қызым-ау, рахмет саған үлкен. Оқаш жоқ. Қандай керемет, мынау ана трендте болып жатқан айфон беді. Не еді? Иә, айфон ғой. Енді мен ұстай алмаймын ғой бұны. Уайымдамаңыз, өзім үйретемін. Бұл да кәдімгі телефон сияқты ғой енді. Мен әбден ана Samsung, Nokiaға үйреніп қалған адаммын ғой. Ал мама, енді күштеп ұстарсыз деп ойлаймыз. Иә, жандарым, рахмет, өркендеріңізсің. Жарайды, мен қазір киімді ауыстырып алып шай дайындайын. Жақсы қарағым, дайындай ғой. Қандай керемет болды. Ой, анам бір қуанып қалды. Иә, оны мен тез киімді ауыстырып алайын. Айтпақшы, орамал бар ма? Иә, келіп қойдым. Айтпақшы, сен неге орамал әкел дедің? Тақпай қойсам болмай ма? Қойш, келін деген үйде халатпен орамалмен жүру керек. Сондықтан тағу керек. Шашым жинап алайын. Так, мына киімді кие берсем қалай? Иә, саған өте әдемі жарасады. Онда осылай. Қазір мен тез тамақтан деп жіберейін. Оны ашып қойып, кішкене жел керсін. Жүреді. Қазір. Барлығы жақсы болғанда қатты қуаныштымын. Ой, балам. Мына аяулым деген қыз өте керемет екен, маған қатты ұнады. Иә, мам, бәрімізге де ұнады. Енді ана Дана сияқты екеуін ұрысып, айырылысып кетпеңдер. Қойшы, мам, жаманды шақырмаңызшы. Жоқ, балам, жаманды шақырмаймын ғой. Кім ана өз баласын жамандық тілесін? Мен сендердің бақытты болғандарында қалаймын. Әйтеуір тату-тәтті өмір сүріңдер. Иә, мам, рахмет. Қазір мен киімді ауыстырып келейін. Жарайды. Келіңіздер. Мам, жүріңіз шақырып жатыр. Қазір. Түсіп кете қойын. Жүре ғой. О, қызым, тамақ жайнатып қойыпсың ғой. Мәссаған, керемет. Көп рахмет, сіздерге наса болды. Дұрыс, біздің де нан тұрмағалы көп болып еді. Енді дастарханда әрқашанда бірінші нан тұру керек қой. Иә, аяулым дұрыс айтады. Жарайды, тезірек жеңіздер, қазір суып қалады. Ой, жаным, рахмет. Ас болсын. Қандай дәмді. Иә, өте дәмді екен. Сен де жешенші, аяулым. Иә, қазір жеймін ғой. Ой, жаным, аяулым, өте дәмді болыпты. Ал, саған көп рахмет. Мына жерді жинастырып тастасаң, немесе өзім жинастырып тастайын ба? Жоқ, өзім жинастырамын ғой. Енді сенің кішкене кешірім сұраймын. Неге? Иә, неменеге кешірім сұрап тұрсың? Енді кішкене кеш пісіріп қойдым. Соған ғой. Ой, жаным, несіне кешірім сұрап тұрсың? Неге орамал шешіп тастап жүре бермейсің? Жоқ, маған ол ыңғайсыз. Жарайды онда. Мен кішкене жатайын, түн болды кішкене. Ерте жататын әдетім бар еді. Иә, әрине. Құтта теледидар көре тұрып жатам. Жақсы. Жарайды, рахмет. Сен көмектесің бе? Жоқ, керек емес, тыныға бер. Жоқ, кішкене көмектесен. Той, берші, өзім жинастырам, ойындамашы. Сен үйреніскен сияқтысың ғой, иә, өз үйім болып бара жатыр. Иә, қысылмай өз үйінде көр. Енді бұл да сен үйің.
Мен анам, сен де анам дегендей. Жүреді, бара бер. Жақсы. Рахмет. Ал мына жерде деп жинастырып тастайын. Ал терезенің бәрін жауып қояйын. Суық болып кеткен жоқ па білмеймін. Жоқ, жақсы. Жарайды. Қазір киімді ысырып қояйын. Қазір қоя салайын. Рахмет. Ертең саған жұмыс па, иә? Иә, ертең маған жұмыс. Бүгін сені сұраным алғам. Неге бүгінше сұраны жұмысыңа хабар бермедің бе? Жоқ, енді бүгін сен үйге келсең, үйдегіммен таныстырамын. Соған кішкене уақыт табайын деп. Жарайды. Мен мына жаққа жатсам бола ма? Иә, әрине. Аян, саған кішкене бір сұрағың бар еді, қойсам бола ма? Қарсы болмасаң. Иә, әрине, қоя бер. Осы сен әкең қайда? Мен әкем бе? Не болды? Қайтыс болды ма? Жоқ. Мен анам әкем ажырасып кеткен. Көп болды ма? Иә, 3 жасымда ғой. Онда біршама жыл өтіпті. Иә. Не болды? Мен саған бекер қойған сияқтымын сұрақты, иә? Жоқ, неге? Сені ренжітіп алған сияқтымын. Өзімді кінәладым сезініп тұрмын, кешірші. Жоқ, оны несіне кешірім сұрап тұрсың? Мен ренжіген жоқпын, барлығы жақсы. Жарайды. Жақсы, рахмет саған шынайы жауап бергеніңе. Жоқ. Жақсы, мен ұйықтасам, ертең таңертең ерте тұру керек. Иә, әрине. Қайырлы түн. Саған да қайырлы түн.